бізде жаратылыстану сабағынан ашық сабақ. Бәріміз психологиялық ахуалдан ұйымдастырайық. Бәріміздің опыз, жалғауларға жоқпыз, аянбай еңбек етеміз, мұратымызға жетеміз. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Балалар, олай болса үй жұмысын сұрамас бұрын біз өткен табиғи ресурстарды есімізге түсірейік. Яғни мемория әдісі бойынша табиғат ресурстарының қазір мына жерде әрбіріне арқылы қандай табиғи ресурстар бар екенін айтып шығады. Біз өттік қой, екінші сыныпта өттік, үшінші сыныпта өттік. Иә, көмірден яқсы шығыңыз. Өтпеді қой. Аға. От жағамыз тамаша. Тақта не алынады? Алтын алынады. Қорқпай сөйлей беріңіздер балалар. Машинаның дөңгелектері алынады деп, қорқыла ерте келе. Тамаша. Келесі бізде қандай табиғи ресурс? Қандай табиғи ресурс? Газ тағы, тамаша. Табиғи газ ресурс екен. Жарайсыңдар. Келесі бізде құм. Тамаша. Бұл бізде табиғи несі ресурстарға жатады, иә? Ал мынау не түсінеді бізде? Табиғат, ағаштардың табиғаттың сүйретін. Бұл да табиғи ресурстарға жатады. Мынау не бізде? Тас, қандай тастар? Мәрмәр тасы деп айтып еді қой, өткен сабағында ұмытпадыңыздар ма? Жақсы. Келесі мынау? Я? Не? Айтсаңызшы. Тұз, тамаша. Тұзды қайда пайдаланамыз? Көбінесе біз тамаққа пайдаланады екенбіз, тамаша. Келесі не бізде? Топырақ, жарайсыздар. Мынау не бізде балалар? Мұнай қалдықтар, мұнайдың неғып жатқан, бұл да бізде табиғи ресурстарға жатады. Ал мынау бізде екен? Егер сабақты есімізге түсіру үшін мемория әдісі бойынша табиғи ресурстарын есімізге алып алдық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Топырақ дедік. Енді бірінші сұраққа кім жауап береді? Топырақтың құрамында қандай өзгереді? Қалай өзгереді топырақтың құрамы? Өткен сабақта айтты. Топырақтың құрамы қалай өзгереді? Қарашірік. Тамаша, Қарашірік пен құмды араластырса, топырақтың құнарлығы не істейді? Өзгереді деді. Жарайсың, отыра қой. Келесі, шұбалшының топырақта қандай пайдасы бар? Шұбал көтереді зияқы? Үнжіп айта ғой. Шұбалшын сияқты жәндіктер топырақтың астында не істейді? Болады. Енді оның қандай қызметі бар? Топырақтың қандай пайдасы бар ол шұбалшының? Азырекім айта ғой. Ол құм қозғалады. Құм сондайларды араластырады. Тамаша, топырақтың арасындағы құмды, суды бір-бірімен не істейді деді? Араластырады. Яғни шұбалшының бізге ең жақсы, яғни топырақ үшін пайдасы ол сондай екен. Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Топырақтың құрамында не болады олар? Әділжан айта ғой. Кім? Арылжан. Құм, саз, тамаша. Қарашірік, тірі ағзалар болады деді. Тамаша. Өте дұрыс айтасыздар. Топырақтың құрамында балалар құм болады, саз болады, қарашірік, ауа болады, дұрыс айтасыз. Және оның бізге тер пайдасы өте көп. Енді топырақтың құнарландыру үшін не істейміз балалар? Не істеу керек? Құнарландыру үшін? Басқа. Айнер айта ғой. Топырақты қопсытамыз. Тамаша, топырақты қопсытамыз деді. Жанарсыз. Оны күтіп баптаймыз. Күтіп баптаймыз деді. Ал енді үлкен еңсіз алқаптарына біз қалай оған не қыламыз? Қарашірік пен тыңайтқыш. Тамаша, қарашірік пен тыңайтқыштарды біз не істейміз? Көбірек салу керекпіз, себу керекпіз. Міне сол кезде біздің топырағымыз не істейді екен? Құнарлы болады екен. Жарайсыздар.
Енді олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін балалар алдарыңызға лабиринт берілді. Осы лабиринт арқылы жолдарды жүру арқылы бүгінгі тақырыбымызды ашайық. Қарындаштарыңызды, қаламдарыңызды алыңыздар, асықпай, ойланып, жолдардан адаспай, жақсылап ойланамыз. Көк қарындашпен, қызылмен, қандай қарындаштарың бар, сіз айтыңыздар. Лабиринт дегенімізде балалар, яғни адаспалы жолдар, солардан кедергілерден сүрінбей өту керекпіз. Нұрислам болды. Топырақтың қасиеті. Тамаша, топырақтың қасиет дейді. Олай болса біз қазір көрейікші. Сіздер дұрыс шештіңіздер ме екен? Қасиеті. Тамаша. Демек сіздер дұрыс шештіңіздер. Олай болса бүгінгі біздің тақырыбымыздың сабағымыздың тақырыбы не екен болады? Топырақтың қасиеті екен. Міне бүгін біз топырақтың нақты негізгі қасиеттерін білетін боламыз. Және бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты балалар эксперимент жүргіземіз және оны анықтайтын боламыз. Енді балалар мына құрылғыға қараңыздар. Сіздер бүгін не деп ойлап отырған шығарсыздар? Үлкен егістік алқаптарында балалар топырақтың құрамын, құнарлығын білу үшін осындай, яғни арнайы құрылғы бар екен. Яғни бұны орысша влагомер деп аталады, қазақша, яғни құнарлығын өлшеу деп алдық. Енді бүгін біз өзіміздің білімімізді өлшеп көрейік. Ол сіздердің алдарыңызда тұр. Яғни әрбір өздеріңіз сұрақтарға жауап берген кезде қазір дискриптор бойынша балдарыңызды қоятын боласыздар. Мына әңгімеге қараңыздар. Жерде керемет қойма бар. Оған көктемде бір қап картоп саламыз, ал күзде картопты 20 шелекке айналады. Бір уыс тұқымнан қап қияр, шалғам, қызанақ, сәбіз аламыз. Бұл ертегі ме? Жоқ па? Қалай білесіздер? Бұл қандай қойма? Қойма не деп аталады бұл қойма? Бақша дедіңіздер, тағы да Егістік алқап. егістік алқабы, ойларыңызды, егін дедіңіздер, басқа. Қараңыздаршы, бір тұқым саламызда, қап қияр, шалғам аламыз. Бұл қандай қойма? Ойланамыз, тез. Жемістер дедік, тағы да. Көкөністер. Оның бәрін айттық қой, зетке сабақта айтып қой. Жоқ. Жер, жердің несі болар? Топырақ құнарлы болған сай, егер де бізде топырағымызда ешқандай құнарлық болмаса, біз қап көкөністер, жемістер, жидектер ала аламыз ба? Жоқ, оның барлығы неге байланысты деді? Топырақтың құрамына байланысты. Топырақтың балалар, яғни қарашірік қаншалықты көп болған сайын, топырақтың құрамы сон құнарлы болады. Және түсі қандай болады деді? Қара болатын еді. Енді Ленсі баба, егер бір қасық топырақты алып ертетін болса, біз оның ішіндегі тірі ағзалардың мөлшері жер бетінде өмір сүретін барлық адамның санынан көп екенін анықтаймыз. Ал адамдардың саны соңғы санақ бойынша 7,7 миллиард. Жер бетіндегі жалпы биомассаны, демек, тірі организмдердің бәрін алатын болсақ, ондағы адамзаттың үлесі небәрі 0,1% қана. Көрдіңіздер ме балалар, бір қасық топырақтың өзінде қаншама адамның несіне татиды екен? Бүкіл дүние жүзіндегі тыңайтқыш нелердің құрамына татиды екен. Оның бізге көретін боламыз. Олай болса қазір сіздер 3 топтан зертханалық жұмыс жасайық. Зертханалық жұмыс жасап болғаннан кейін, яғни сіздер ары қарай жұмыстарыңызды жасайтын боласыздар. Енді қараңыздар балалар, бағана айтып кетті, біз өткен сабақта айтты топырақтың түрлері.
Енді мынау алдарыңызда да тұр. Бұл бізде не екен? Құм. Иә. Ал енді мынау топырақтың, яғни сары топырақ. Қандай топырақ? Сары топырақ. Яғни бұның түсі не себеп сары деп ойлайсыздар? Не себеп сары? Ол құрғақ. Тамаша, құрғақ. Не саз? Ылғал. Яғни бұның құрамында өте, яғни қарашығы минерал екен. Келе ғой, Альбина. Кім шығады? Иә, аяғы шыға ғой. Так, аяғы көріп алдық. Бізде топырақтың қанша түрі болды сонымен? Бізде топырақтың 3 түрі. Қандай атап жіберейік? Атап жіберейік тез. Мынау сары, мынау сары топырақ, а мынау Мынау қандай топырақ дедік? қара топырақ. Ал мынау? Бұл Алдымызда тұрды ғой, міне бағана. Алдымызда тұрған нәрсе не? Балалар білмейміз бе? Кім айтады? Аймира? Құм дейді, иә, құм екен, иә. Міне, демек бұл жерде 3 топырақты көрдік. Енді бір стакан суға, бір қасық топырақты сал да араластыр. Салда жақсылап араластырамыз. Жақсы. Енді бұны балалар тұнғанша біз қазір қойып қояйық. Келесі, екінші топтан кім келеді? Аймира келе ғой. Кел, мына жаққа кел. Аймира, қолыңа ұста. Бір қолыңа ұста. Топырақты қыс енді. Қатты қыс. Болды. Так, не байқадық? Топырақтың құрамында не бар екен байқадық? Ылғал, яғни су бар екен байқадық. Тамаша. Келесі. Так, келе ғой, Альбина. Так, қолыңа келе ғой. Топырақты жақсылап тұрып қысатын болды. Аша қой. Топырақ қандай? Қатты ма? Борпылдақ бар? Борпылдақ екен, иә? Тамаша. Ал енді балалар, кім айтады? Не білдік біз? Иә, Жанарыс айта ғой. Ой, Нұрислам. топырақтың құрамында су бар. Тамаша, топырақтың құрамында су бар екенін білдік. Иә, Абдрахим. Топырақ борпылдақ. Борпылдақ екенін білдік. Иә. Топырақта ауа бар екен. Ауа бар екенін білдік. Енді қараңыздаршы балалар. Қазір мынау көрініп тұрма сіздерге ақырып тұнып жатыр, иә? Байқап жатсыздар ма? Тұнып жатыр. Бетінде нелер шығып жатыр? Құмдар шығама, құмдар керісінше қайда барады? Топырақ, яғни топырақ пен құмдар астына түседі да, бетіне қара шіріктер, яғни шығады екен. Міне қазір біраздан кейін бұл топырағымыз, яғни тұниды. Яғни бетінде ұсақ қалдықтар мен қара шіріктер несеккен көтеріліп шығады да, құм мен топырақ ол астына шөгеді екен. Міне, демек біз топырақтың құрамында ауа бар екен, қара шіріктер бар екенін білдік, құмның топырағы бар екенін білдік. Ал сонымен қатар міне салфет деген не білдік, яғни су пайда болды. Көрініп тұрма сіздерге? Демек топырақтың құрамында су бар екенін білдік. Және Альбина өзі алақанмен қысу арқылы топырақтың қатты не болмаса борпылдақ екенін түсінді. Дұрыс па? Жақсы. Олай болса балалар, қазір сіздерге осы жасаған тәжірибелеріңіз арқылы топтық жұмыс жасайсыздар. Топтасайық барлығымыз. Мына жерге топтасыңыздар, аха. Мына мен абайлаңыздар, аха. Осы топтың мен ала тұрайын. Асықпай, ойланып, ойыңызды толық жазатын болыңыздар. Екінші топ. Қазір оқып бересіздер. Нұрислам дайындал. Аймира дайындал. Қандай тапсырма берілгені? Ерсай Аружан дайындалсын.
Үш стакандағы топырақтың түстеріне назар аударыңдар. Ол топырақ түрлері қалай аталады? Иә, ол топырақтың түстері қандай болады? Яғни өздеріңіз жазасыздар. Біз қазір не жүргіздік балалар? Тәжірибе жүргіздік, иә, тәжірибе жүргізу арқылы білетін боласыздар. Екінші топ, Айнира оқы. Стакандағы топырақтарға су құйыңдар, су өткізбей ме, өткізбей ме? Топырақты қасыққа салып, май шамға қыздырып көр. Топыраққа жылу өткізе ме? Өткізбей ме? Кім келеді? Топыраққа яғни біз не істейді? Май шамды, бірінші топырақты кім келеді? Сағыныш керек ғой. Сіздерде тағы да бір тәжірибе бар екен, иә? Не істеңдер дейді, Айнира? Топырақты қасыққа Топырақ қандай? Бірінші топырақты ұстап көрші. Топырақты былай ұстаймыз. Топырақ қандай? Ыстық па? Мұздай ма? Мұздай екен. Ал енді қазір тәжірибе жүргізу арқылы. Үшінші топ. Тапсырмаларымды оқыңдар. Топырақты алақандарына қысыр ұстап көріңдер. Иә. Қатты ма, борпылдақ па? Бірінші топ жаза беріңіздер қазір. Енді отыра тұр қазір. Бір минут бар ма қазір? Сіздерден не сұрағыз? Жылу өткізгіш қасиетке ие ме, емес пе деп отыр ғой қазір. Сағыныш эксперимент жасасын, яғни зерттеу жұмысын. Одан кейін білетін боласыздар. Болды. Ал. Қыз, топырақ қандай? Ыстық. Жылу өткізгіш қасиетке ие ме екен? Ие екен. Олай болса өздеріңіз тәжірибелеріңізге сүйене отырып, жұмыстарыңызды жазыңыздар. Біз болды! Тамаша, қазір. Енді мына сол сәл кештеуіне қылды. Сіздердің тапсырма түсін қойды. Біз болды! Біз болды! Тамаша, жақсы. Ал үш топ шығыңыздар. Бірінші топ мына тұра ғой. Ал Нұрислам оқи ғой. Өзіңе қарап та оқи бер. Дауыс шығар. Үш стакандағы топырақтың түстеріне назар аударыңдар. Ол топырақ түрлері қалай аталады? Бірінші топырақ сары топырақ, екінші топырақ қара топырақ, үшінші топырақ құм. Бұны не арқылы білдіңдер? Қалай білдіңдер оның қара топырақ екенін, құм екенін, сары топырақ екенін? Не жүргіздіңіздер? Не жүргіздік? Тәжірибе жүргізу арқылы білдіңіздер ғой, тәжірибе жүргізу арқылы. Тамаша. Дұрыс па балалар? Ұстап тұр қазір. Стакандағы топырақтарға су құйыңдар, су өткізе ме, өткізбей ме? Су өткізді ма? Қараңыздаршы. Тұнды ма суымыз? Тұнды, түбіне не түсті дедік? Топырақ пен құм түсті да, қара шіріктері, қалдықтар, олар не істеді? Жоғары көтерілді. Екінші. Топырақты қасыққа салып, май шамға қыздырып көр. Топырақ жылу өткізе ме, өткізбей ме? Не істедіңіздер? Топырақ жылу өткізеді. Жылу өткізеді дедік, тамаша. Бар ма тағы? Болды, жақсы, келесі. Аружан оқи ғой. Топырақты алақандарыңа қысып ұстап көріңдер. Топырақ қатты ма, борпылдақ па? Топырақ қатты емес, борпылдақ екен. Борпылдақ екен, тамаша. Ары қарай. Қара топырақта неліктен өнім көп болады?
түсінігі қара болады. Жақсы. Өйткені оның құрамында қарашірік көп болады. Және сол себепті қара топырақ түсі не болады дедік? Түсі қара болады дедік, өте тамаша. Отыра қойыңыздар. Балалар, топтық жұмысымыздың дискрипторы, бәріміз топта атсалысқан шығармыз. Алдағы бағалы топырақтың негізгі қасиеттерін анықтадық, бүгінгі мақсатымызды орындадық, және эксперимент жоспарлап оны жүзеге асырдық. Яғни 5 балл өздеріңізге қосатын боласыздар. Келесі тапсырма балалар, жұптық жұмыс. Алдарыңызда мен сіздерге, яғни жұптық тапсырма беріп қойдым, және мынандай ыдыста, арнайы ыдыста, яғни жасырылған суреттер бар. Енді шамалары жетіп, соны өздеріңіз қараңыздар. Бірінші жұптық жұмыстың тапсырмасын оқып жіберейікші. Кім оқиды? Кім оқиды? Алнұрхан оқып ой. Суретте қара топырақты құнарлану жолдарын жаз. Суреттерге қарап отырасыздар да, топырақтың құнарлану жолдарын жазасыздар. Қай жағы құнарлы? Ал олай болса, яғни біз алдымыздағы ыдысты, яғни пинцет бар ғой қолдарыңызда, сол арқылы суреттерді тауып, құнарлы жолын жазасыздар. Ал жұмыс жасаңыздар, жұптық жұмыс. Тез алдымызға қоямыз. Алдымызға қоямыз. Аха, тамаша. Аламыз. Ал, Асия. Құнарландыруға, яғни керек қайсы, яғни топырақты құнарландыру үшін, яғни қандай іс-әрекет жасау керек екен, қараңыздар. Балалар, тұтамызда 3 балл беріледі балалар бұл жұптық тапсырмаға. Ал, Аймира, сендер болдарма оқи беріңдер шаға. Топырақты құнарландыру үшін тыңайтқыш себу керек. Тыңайтқыш себу керек екен, қай суреттің? Сурет, тапқан сурет, тыңайтқыш себетін сурет, тамаша, дұрыс. Тағы да не жазыңыздар? Болма бірақ сурет таптыңдар ма? Хорошо. Келесі, кім айтады тағы да болған оқушылар? Үнжі болдыңдар ма? Нұрислам айта ғой. Ағаш отырғызу керек. Ағаш отырғызу керек екен, жақсы. Қопсыту керек екен. Тағы да Альбина әкім ерсайын жылдам Айсере болдыңдар ма? Ал оқи ғой Әділжан. Ағаш отырғызу керек. Қопсыту керек, яғни ағаш еккен сайын балалар, яғни ағаш жапырақтары не істейді? Жел тұрады да бізде жерді не істеп жібереді? Кептіріп жібереді, бала. Сол себепті ағаштың тамырлары, яғни топырақты құнарландырған кезде ағаш көбірек есетін болсақ, біз не істейміз? Топырақты қопсытып отырады екенбіз. Көбірек көгалдандыру керек екенбіз, балалар. Так, болыңыздар ма тез-тез? Нұрхан, оқы тез, біреумен оқыңыздаршы тез-тез. Аға, барлық тапсырма бірде ғой, ағаш өсіруге өздерің ойларымен тағы да не істеу керек, айтыңдаршы, Альбина. Тамаша, қара шірік пен тыңайтқыштарды көбірек себу керек дейді. Тағы да Үнжіп айта ғой. Бұл топырақ құнарландыру үшін тыңайтқыш қосу керек. Тыңайтқыш қосу. Тамаша, бәріміз бірге айтып, енді балалар, өздеріңіз бұған, яғни жұптық тапсырмаларыңызға 3 балл бересіздер. Енді бәріміз шаршаған болармыз, балалар, жылдам алдарыңызда нейрогимнастикалық тапсырма бар. Тез. Қағаздарыңызды алыңыздар, тез-тез. Сердету сәтті, балалар, тез-тез жылдамдадыңыздар. Алып ба? Аға. Дайынсыздар ма? Рахи дайын емессіздер. Болды ба? Ал олай болса бастаймыз. 1, 2, 3 құлағымызды түріп отырамыз. Балалар, кішкене
қолымыз демалған шығар, иә? Өзіндік жұмыс. Дәптерімізді ашамыз да, артық сөзді табамыз. Қай сөз артық? Және қалған сөздер арасында қандай байланыс бар бір-бірінде? Аружан, өзі тауып көрдің ба? Қант деді, иә, тамаша. Неге? Иә. Жақсы, тағы да қалай жеткізеді? Ағаш өсіру амалдарында жатпайды. Басқа тағы да ойларымызды жеткізейік. Тағы да. Қасым қалай да бар? Қарашырық артық па? Жоқ. Ойланамыз. Қант дұрыс тауып отыр. Ал енді қалған сөздер бір-бірімен қандай байланыста? Соны айтамыз. Қалған сөздер қандай сөздер қалды бізде? Су қалды, құм, саз, ауа қалды. Молодец, тамаша. Оның барлығы неде кездеседі? Топырақтың құрамында кездеседі екен балалар. Дәптерімізге жазып алдық па бәріміз? Жазамыз десе жазып алыңдар. 2 балл. Жақсы. Қаламызды қояйық балалар. Барымыз басымызды көтереміз. Екеуіне қарайық балалар. Мен жүрек көріп тұрмыз балалар. Қыс мезгілі. Тамаша. Қазір қай мезгіл? Далада не жауып жатыр? Қар. Осы қар қиыншылықтарына, сұрақтарына жауап берейік. Кім жауап береді? Тез. Оқимыз, жауап береміз. Мен. Қалыңыздар. Тез. Екіншіні қалай? Сұрақты оқимыз. Сабақтың тақырыбы қандай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Мен. Жанарыс. Табиғат қасиеті. Топырақтың қасиеті. Жанарыс аға. Майзеле. Тамаша, топырақтың қандай қасиеті бар екен сонымен? Тез. Айтып қой, қандай қасиеті бар екен? Борпылдақ деді, тамаша. Қара шірігі бар. Құмы бар, саз бар, тамаша. Жақсы. Келесі. Сабақтың мақсат есімізге түсіреміз. Топырақтың несін білеміз дедік? Негізгі қасиетін білеміз, тағы не жұмыс жасаймыз дедік? Эксперимент жасаймыз дедік. Жарайсыздар. Ары қарай. Қандай қасиет бар екен? Қара топырақ, сары топырақ түрлері бар, олар борпылдақ болады. Келесі. Қандай топырақ құнарлы? Кім жауап береді? Қара шірігі, мол топырақ, жақсы. Құнарлы топырақтың қандай пайдасы бар бізге? Мысалы, қыстың күні қар қалың жауатын болса, бізге пайдасы бар ма, жоқ па? Жоқ па? Қандай пайдасы бар? Тамаша, көктемде өнім не болады деді? Мол болады, жер, су, қар жатқандықтан жер ылғалды болады. Сол себепті көктемде біздің егіс алқаптар бәрі мол болады екен. Тамаша. Келесі. Өсімді өсе ме? Басқа бір адам басқа неге басқа шақырды? Өсетті ме? Өсе ме? Кім айтады? Өйткені құмда қара шірік жетіспейді. Қара шірік жетіспейді, яғни өсімдіктер арасында тастар бар, тамаша. Яғни ол не болады? Сусылдақ болады, жақсы. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жете алдық па? Жеттік деп ойлаймын, жақсы, олай болса тамаша. Енді балалар, өздеріңіздің алдарыңыздағы бағанағы өлшеу құралы бойынша өздеріңіз бағаладыңыздар ғой, қанша біліміміз қанша деңгейге жетті? Қазір тоқтай тұрыңыздар, қойып, егер 4 алған оқушылар бар ма? 8 болып жоқ па? Олай болса, жақсы. Бәрінде 10 болды ма? Тамаша, олай болса, бүгінгі сабағымыз жақсы нәтиже көрсеттіңдер, топырақтың құнарлығы сияқты бүгінгі сіздердің білімдеріңізде өте жақсы деңгейде екенін білдік. Жақсы, олай болса бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Олай болса балалар үйге 10-11 бетті оқып келеміз.